Бауыржан Момышұлы атамыз айтпақшы, ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет. 20 жыл бойы осы мектепте талмай ұстаздық етіп келе жатқан тәжірибелі ұлағатты ұстазымыз студиямызда қонақта Дариға Сәпиденқызы. Ұлықтаймыз. Қайырлы күн, Дариға Сәпиденқызы, студиямызға қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді Дариға Сәпиденқызы, сізді келе жатқан төл мерекені ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Алда осы төл мерекемен қатар келіп отырған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы 43 мектеп гимназиямыздың 20 жылдығы құтты болсын сізге. Енді жалпы осыдан 20 жыл бұрын сізге бірінші сұрағымыз болсын. 20 жыл бұрын осы мектеп жаңадан құрылып ашылып жатқан кезде алғашқы осы мектепке ұстаздардың қатарында қабылданғандардың ішінде сіз де барсыз. Сұрақ, сол кезде нешеде болдыңыз? Және де қабылданған кезде қай мектептен ауысып келдіңіз, сол жөнінде айтып берсеңіз. Биыл 20 жыл, сіз айтқандай осы мектепке қабылданып келгеніме 37-ші орта мектептен келдік. 10 кісі болып, 10 мұғалім болып. Мен жалғыз өзім емес, мен классымен бірге келдім. Сол кездегі 10-шы класс, осы мектептен 2002 жылғы түлектер. Менің классым болды, 10-шы класс. Сол кезде енді 39-да болдым. Биыл 59-дамын. 20 жыл уақыт өтіп кетті. Зымырап өтіп кетті. Енді күні кеше сияқты келгенім, уже 20 жыл. Дариға Сәпиденқызы, енді осы мектепте 20 жыл қызмет атқарған ұстаз ретінде шәкірттер тәрбиеледіңіз. Жалпы осы шәкірттеріңіздің, оқушыларыңыздың жетістігі жайында айтып кетсеңіз. 20 жылдың арасында өте көп дарынды оқушылар алдымыздан өтті. Енді ең басынан айтсақ, Ізбасарова Гаухар деген керемет оқушым болды. Олмен біздер екеуміз научный проекттан қаладан шығып, орыннан жүлде орын алдық. Енді республикаға барғанда бір кішкентай бір загвоздка болды, тесттен өтпей. Тағы да Теміргалиева Алина деген оқушым керемет олимпиададан, орыс тілден жақсы жүлделі орын алып жүрген. Енді 2019 жылы республикаға дейін жеттік. Бірінші қаладан екінші орын алып, қаланың мектептерінің арасында, сосын облыстан бірінші орын алып, республикаға жолдама алдық. Республикадан алғыс хат алып келдік. Ол Бақтыбаева Тамирис деген оқушым 2019 жылы мектеп бітірді. 2019 жылы жылдың түлегі. Енді біздің мектепте жалпы айтсақ, дарынды балалар өте көп. Соның ішінде енді орыс тілден жақсы жетістіктерге жеткен оқушылар өте көп. Алдағы уақытта да әлі осындай республикада алғыс хат емес, бірінші, екінші, үшінші орын алатын оқушылар орыс тілі пәннің арасында бар деп ойлаймын. Жалпы осы тоқтала кететін нәрсе, мектеп тарихында осы республикалық кезеңге өткен жетекшілердің бірі болып, өзіңіз тарихқа кіріп өтсіз. Соның өзі бір жетістік деп білеміз. Алдағы уақытта әрине сіздерде ұстаздар барда шәкірттер тәрбиеленеді деген үміттеміз, сәттілік тілейміз. Сізден жалпы Дариға Сәпиденқызы десе, 44 ұжымының барлығы бір көңілді, позитивті, бір жүрген ортасына бір көңіл күй сыйлап жүретін ұстаздардың қатарынан деп білеміз. Жалпы осы өзіңіздің осындай үнемі көңілді жүруіңізге не себеп болады, әлде өзіңіздің жан дүниеңіз осындай ма? Сол жайында айтып берсеңіз. Енді біріншіден енді өзім осындай адаммын. Тек қана мектепте или тек қана біздің мұғалімдердің арасында корпоративта сондай болады деп олай емес. Енді орысша айтқанда енді по жизни такая. Ойлаймын, оның бір себептері болар. Енді
орыстарда пословица бар ғой, на работу как на праздник деп. Ең біріншіден енді өзім жақсы көретін мектебім, өзім жақсы көретін коллективім, өзім жақсы көретін метод объединениеда істеймін. Көңіліміз постоянно енді жақсы, сондай ашық көңілмен келеміз мектепке. Семьям да жақсы, бір ұлым бар, бір қызым бар, жолдасым. Сосын да олар, әрқашанда достарым, керемет достарым бар. Достарым кәдімгі сондай мақтаныш жасайтын достарым бар. Достарым да бәрі де өзім сияқты көңілді жүреді. Сондай клиент, қасында вообще клиент сондай кісілер. Дарья Сәпеден біздің бағдарламамыз аяғына таяп келді. Уақытыңыз бөліп келгеніңізге көп рахмет. Жалпы енді алдағы уақытта бізде ұстаздар күні келе жатыр. Осы мектебіміздің 20 жылдығы келіп жатыр. Соған қатысты өзіңіз бір айтар тілегіңіз болса, мархабат. Енді орысша айтамын, да? В этом году нашей школе исполняется 20 лет. Когда я пришла первый раз в эту школу, у меня на сердце была тревога. Всегда думала я, какой будет коллектив, который встретит меня, какие будут ученики, какая будет дальнейшая моя работа в этой школе. Но прошло уже 20 лет, я могу с уверенностью сказать, что я не жалею о том, что я работаю в этой школе. Прекрасный коллектив, хорошие дети, хороший метод объединения, в котором я работаю. Спасибо всем за то, что вы рядом со мной. Хочу пожелать в этот прекрасный праздник, профессиональный праздник, всем здоровья, творческих успехов, ну и огромного позитива. Рахмет. Сізге де алдағы уақытта ұстаздық жолында, отбасы жолында амандық, саулық тілейміз. Бізде бүгін студияда болған Дарья Сәпеденқызы, керемет ұстаз, әрдайым көңілді жүретін, позитивті жүретін. Барлықтарыңызға осындай көңіл күй сыйлаймыз, барлықтарыңызға осындай көңіл күй тілейміз. Алдағы уақытта ұлықтаймыз да, жолыққанша аман сау болайық.